достарым, қалдарыңыз қалай? Мен қазір смолға келдім. Бұл жерде нан үйден пісіріп жатырмын ғой. Сол нанды пісіргенде бірінші сортын бар, өзі қиын екен табу. Бірінші сортын деген бола бермейді. Мен мына жерге келдім. Так, мен мына жерден көрейін. Шыққанда шоқ. Өткенде осы жерден мен ақ мол деген ұн алған. Қазір мына жерден мен міне жақсы деген ұнды алдым. Жақсы дейді. Обогащенный первый сорт. Маған керегі первый сорт. Мен содан 2 упаковкасын алдым. Мына витринадан көрмеймін. Мынасы высший сорт көк значокпен екен. Первый сорты қызыл значокпен екен. Мынаны мен аңғарамай көрмей қыздардан сұрап едім. Қыздар первый сорт осы жақсы деп толып айтып берді. Мен осы ұн жақсы екен деп. Негізі ұндардың түр-түрі бар. Осы пионерді айтты маған. Пионер арзан ұн деп. Арзан дейді. 2 килограммы. Бұл высший сорт екен. 5 килограммы 945. Сосын мне мына ржаной ұнды аламда. Осын алып, мына первый сортқа қосам. Сонда қоңыр екінші сорт ұн шығады. Неге осылай келе жатырмын. Енді мен бұл жерден дрожжи таппадым, Пакмая дрожжи керек еді, оны таппадым. Бұл жерде жоқ, смолда жүр. Смолда жүр. Бұл жерде жоқ. Одан кейін кеше мен бір үйдің жанындағы магазиннен бір фарш алғам. Сол фаршты таппадым. Ол фарш жоқ. Қазір тағы бір көрейін. Ол куриный фарш. Міне көрейін деп тұр. Мына жерде түрлі фарштың түрлері тұр. Мен негізі казгердің күн алатым мұнда. Казгердің филесін алып, содан тауықтың фаршын жасайтын. Бірақ кеше мынандай бір фарш алдым үйдің жанындағы магазин. Өте жақсы екен. Таза, жақсы, дәмі де жақсы екен. Бірақ фирмасын білмеймін. Мына фирма қандай екенін білмей тұрмын. Сырты орақ қойған, мына көзім жетпейді. Қазір қарайым қандай екенін. Фотоға түсіріп алдым. Мына бір фарштар мусульманский дегенді. Бұларды менше алып та керек жоқ. Мен бұндайларды алмаймын обычно. Мен алам жаңағындай готовый. Не тауықтық болса готовый фарш филе аламда, содан фарш жасаймын. Ал енді еттен, самасы бұл еттен жасамаймыз. Еттен жасаймыз, ондай готовый алмаймыз. Деп толып тұрған мен. Обычно мен жаңағындай филе, мынау нені алатымын. Мына фирманыкін алатымын. Бұл фирма Крыло қанаты қандай фирма екенін білмеймін. Так, Усть-Каменогорск. Усть-Каменогорский. Обычно осын алатымын да. Осының филесін алып тартушы едім. Бірақ кешегі үйдің жанындағы магазин алған 500 теңге. Анастар ма, сондай бағасы да арзан және дәмі де жақсы болды. Сосын мне көбіне мен алғам мынандай тауықтың қанат тауықтың фаршынан жасалған. Бұлар не деп айтады? Бұларды палочки, рыбные палочки. Тауық емес, рыбные палочки. Осыларды мен немерелерім жақсы көреді. Рыбные палочки. А вот именно мынандай рыбный котлет оларға ұнамайды. Мынандай почему-то екеуінің рецепті бір, мынау составтары да бір. Мына құрамында балық, мынау да балықтан жасалған. Я, мынау да балықтан жасалған міне. Осыны міне рыбные палочки дейді. Ана котлетін жемейді да, мына палочки де жақсы жейді. Енді қараңыздаршы, мынаны сырты мынандай сары. Не себеп осылай болды? Мен осыны дүкендікінде істей алмай қойдым. Дүкендікінде істей алмай, менде олай шықпайды. Неге екенін білмеймін. Балалар осыған қызығады көбіне. Енді мен кеше қазан жақтан көрсетейін. Ан жақта қалды. Кеше мен бұларға келгенде балаларға мына жерден қарадым, бұл жерде жоқ. Жаңағы куриный фарш, бұл жерде ылғи колбасалар. Балалар үйге келгенде мен кеше мынандай не алам. Арасында мынау дайын наггетсы бар ғой, мынандай наггетсы міне. Бұның ішінен мынау с ветчиной дейді. А
обычный простойын алған мен кеше. Классический. Мынан бәрі ветчинамен екен. Но мен осындайдың обычныйын алдым кеше. Соның ішінен 12 штук шықты. Балаларға соны табаға аз ғана май құйып, қуырып бердім. Соған мәз болып олар жеп алды. Болмады балаларға. Содан кейін кеше подружкам үйіне барғам. Сол үйден мен сливочный май жедім. Ол мол заводтікі өте дәмді. Бірақ біздің арғындар, балам менің арғын, үнемі мынандай май алады, президентский. Бұл әрине қымбат, президент деген май. Бұл өте қымбат, 82%. Біз енді қолдың майын аламыз ғой. Олар осыны алады да, осыны жейді. Мен айтам, лучше қолдың майын жемейсіңдер ме деп. Ал маргарин ретінде тамаққа мына закромені қолданамын. Маргарин ретінде бірдеңе пісіру керек болды. Осы закромы жақсы. Так, одан кейін сливочный берега. А мына сливочный берега торттың кремдерін істеуге жақсы. Осыны менің сіңлім қолданады. Үнемі торттың кремдерін осыдан қолданады да, осылай жасайды. Көрдіңіздер ме? Үстінде өзі блинчиктің суреті бар. Бұны как сливочный масло сияқты да қолданады, бірақ бұның проценті аз, как маргарин сияқты. Но как сливочный майдың орнына бір күндері бізде болды сондай. Май мүлдем бітіп қалды да. Не үйдің жанында май жоқ. Сосын мына үрді алып жегенбіз. Дәмі өте жақсы екен. Кәдімгі сары майға ұқсайды. Бұның проценті, неше процент бұнда? 82%. Көрдіңіздер ме? Бұлда 82. И міне мынау президент майы да 82%. Көрдіңіздер ме? Так, а мына сливочные берега. Раз көрейін. Сливочные берега неше процент? Бұл 60%. Көрдіңіздер ме? Бұл май емес, маргарин. Маргарин. Так, а мына крестьянский міне 72%. Сонда оның тәтті болатын жөні бар екен. Элитная, но элитная 82, бірақ мен бұны көрген жоқпын жеп. Вот мынаның тәтті болатын жөні бар екен. Көрдіңіздер ме? Мына закромының дәмі как сливочный сияқты, өйткені 82% екен. Так, пампушка. Пастуши 72%. Бұлар енді маргариндер. Так, ертіш дегенді көрейікші. Мынау да 72%. Ертіш. Так, мынау сары май. Мынау қанша процент? Так, бұл дегеніңіз. Мынау проценті мына көрдім. Проценті көрінбейді. Қай жерінде екенін. Бұның процентін көрмей тұрмын. Қызарынан проценті қай жерінде? Олай. 200 грамм. Негізі мына Булаев деген май өте жақсы май. Осыны адамдар очередке тұрып, когда көрген мен бір ярмаркада, неге тұрсыздар десем, Булаевтың майын сатып жатыр дейді. Сонда осы май дәмді май деді. Бірақ мына процентін көрмей тұрмын. Бұның процентін білмеймін жарайды. В общем, таңда сонымен мынау мне 82% коровье, бірақ бұның дәмді емес. Неге екенін білмеймін. Проценттері бірдей, бірақ дәмдері әртүрлі болады екен. Но мынау дәмді емес, мен бұны көргем. Так, президент, мынау 80% не. Сонда қарағанда 82% қой ең жоғарғы сорты магазиндерде болады. Мен Навротта көрген жоқпын Родина деген. Біздің осы Астананың жанындағы Родина фирмасының шығар. Я соныкі эмблема, соныкі Родина деген. Бұны бір көру керек екен. Негізі жаңағы Казмол заводтың майы өте дәмді. Кеше сол подружкам үйінен жеген, қаз көрейін деп тұрмын соны. Так, крестьянская, мына жерде Казмол мол заводтікі жоқ, что-то. Сладко-сливочный дейді. Мына шедевр дегендердің бәрі ол. Ұнамайды маған. Бісміллә, көп выпечка пісіре қоймаймын, но дегенмен де. Так, мынау немененікі? Вкусный дейді. Молком, да. Молком 3200. Мынау осы ғой де молкомдікі. Кешегі менің жегенім. Осы май, міне, осылай сатады олар. Жақсы дәмді. Молкомдікі. Сол. Мына наггетсыды алайын десем, міне ана ветчинамен ғана, оны мен балалар ұнатпайды. Оларға үйге пачкамен ана жерден смолдан алған жақсы да, чем үйдің жанындағы магазинде қымбаттау. Ол жерде 1200 теңгеде, а смолда где-то бір
785 теңге. Солай екен. 829 теңгеге ол не екен білмеймін. Соны алып қойын деп едім, міне мына наггетсидің достои жоқ. Так, енді жұмыртқаға келейік. Үйдің жанынан тағы да жұмыртқа қымбат аламыз. Мына жерде Петропавловский сүт дейді. Қазгер құс жұмыртқасы 1199 теңге екен. Мынау қазгердікі. Так, 1199. Осы Петропавловский сүтті. Осының сүттің дәмі бар ғой, мынау. Көбі осыны алады, неге? Білмеймін, түсінбеймін. Бұның дәмі не андай шик татып тұрады. Қалай адамдар соны ішеді екені? Енді кейбіреулер айырмайтын шығар, сосын іше беретін шығар. Так, курочка ряба. Осы рябаның жұмыртқасын мақтай қоймайды. Но мынаны алу керек міне. Қазгердің жұмыртқасын алған бір упаковкасын алдым. Одан кейін жаңағындай міне тауықтың несі бар. Аяғы, жамбасы. Солардан мен жаңа Қарағандының производствосын іздеймін. Қарағандыда шыққан. Сол жақсы екен, әрі арзан екен. Мыналардың бәрі толып тұрмын. Бұлар осы бір күнде өте қойы ма, түсінбеймін. Мынандай нәрселер. Так, чак-чакты қазір бұлай шығаратын болып қараңыздар. Мынандай да тәтті әдемі екен. Дәмін білмеймін. Дүкені бар, мына дүкені барсақ маған ұнамайды. Іші тығыз болып тұрады. Өтіп кетейінші қыздар. Қыздар өтіп кетейін. Мына жерден мен колбасадан еттің бағасы қараңыздар ұшыз. Еттің бағасы фарш қаншадан? 3390 дейді фарштар. Масқара. Ал өсіп батыр күн сайын. Так, мына жерде жаңағы мен істеген тауықтың колбасасы да, фаршы да жоқ. Мына жерде тағы жоқ. Толған мынандай выпечкалар. Мынандай нәрсе көрейш, жаңа нәрсе. Круассаны дейді. Акция дейді. Мына срок өткендер, наверное, сосын осылай акция қылып қояды. Алмау керек ондайды. Сол, міне. Нан илеп қойғам. Соған, илеген жоқ, аштық қойып қойдым нанға. Үйдегі бар онымен. Соған нәрден первый сортын іздеп келдім. Тапқаным осы болды, жақсыныкы. Міне бағалар осындай. Мыналарда. Астанада бүгін ауа райы керемет тамаша болып тұр. Міне мына смолдан шықтым. Біздің үйдің жанына жақын осы смол. Содан алам. Так, енді сол жаңағы жақсы деген онда алдым. Бірінші сорт үйдегі нан. Үйден салатын нан өте дәмді. Қазіргі салып жүрген наным тәтті тұры дәмі. Және ана шрезинка сияқты бұрынғы майкаинский нан. Енді соны 3 бөлке салам, тез жеп қоямыз. Мен айтам, ойбай, біз наны семіреміз ғой, тақта өзі арық едік деп Ринат қайтып атсам, Ринат айтады, көш сала берші, тәтті нан соны жей берейік деп. Магазиннің бұлдырап атқан нанын алғаша соны жейік деп. Сол жаңа бүгін салмайын ба деп едім, ол жолға шығып кеткен. Сол сұрайды, нан бар ма, салып қоясың ба деп. Соның көңілін қимай шықтым. Онда кеп нан салып қояйын деп. Дрожжы қойып кеткем. Сол қазір үйге барып сол наным деймін. Сосын бүгін ет асам дедім оған, сен келсең ет асам деп. Сол біздің үйдің жанындағы дүкендер ғой. Осылай міне осы маңайда тұрамыз. Нанымды илеп қойдым. Жақсы деген оннан иледім де көтерілтіп алдым. 3 рет бастым. Және бұған бірінші сортын ғой, бірақ оған мен сонда да ржаной мука, яғни қара ұн қостым. Сол кезде оның түрі сұрлау, қаралау болады. Екінші сорттың ұнын табу өте қиын, ол қазір шықпайды екен. Енді шықса да біздің қолымызға түспейді. Сондықтан осы наннан, осы ұннан мынандай кішкене қоңыр түсті сұрлау келген нан шығады. Ол ешқандай қосымша ұн қосқан, жаңа қара ұн қосқан нанға ешқандай зияны жоқ. Тағы да формалау әдісін әлі үйренбей жатырмын. Мынау ортасында тұру керек дейді, менің ортасында емес.
Енді нанды алғанда былай дөңгелек болып тұрады ғой үсті, сол сияқты менікі болмай тұр, төрт бұрышты болып тұр. Өйткені мынау қамыр тестам жұқалау не сұйықтауда жайылып кетіп жатыр. Бірақ сонда да оны сұйық болса да ортасына түсіруге болады екен, мамандардың айтуы бойынша. Олар істей алады, мен істей алмадым. Өткенде бір маманнан оқып келдім ғой, соны істей алмадым. Енді осының алдында пісірген наным форманың бетімен бірдей болды, асықтым оның әрі қарай көтерілгенін тосуға. Жаңағы мен үйренген адамның айтуы бойынша нан формадан асу керек, мына шетіне дейін шығу керек кішкене. Содан кейін барып духовкаға, пешке салу керек екен. Енді мен ол тасып кетпей ма, сыртына дейін шыққан тас кетпей ма десем, жоқ, тасымайды, ол солай болады дейді. Бүгін асықпай солай көрейін деп тұрмын. Қаншалықты сыртына дейін, шетіне дейін көтерілгенін көріп, соны бағалайын деп тұрмын, өзім тәжірибе алайын деп тұрмын содан. Себебі бүгін асықпайым, Ринат келе жатыр жұмыстан. Олған міне ет асып жатырмын. Міне қазір шұжықтарымды асып жатырмын. Асты қатты, қазір көбігін алам. Соны асып жатырмын. Бірінші келісі мен ет берем ғой оған. Әлгенде тамақ ішетін болса, ол нан іздеуші еді. Сондықтан өткенде асықты да, мен оны тез сала салдым. Ал қазір асықпаймын. Міне етімді асып жатырмын, және қартаны бөлек асам мен. Білмеймін сіздер қалай екен, мен бөлек асам. Мынаған қосқым келмейді. Өйткені балалар дәмінен жегілері келмейді. Сосын бөлек асып жатырмын. Және де бұл еттің нанын осы жақсы ұнымен илеймін. Және де тағы да бір зат салам. Еттің, мысалы, ет пісіргенде картошка салады ғой. Ал мен картоптың орнына капуста салам. Көресіздер, оны мен тағы да етті піскеннен кейін кескесін қалай болады, қалай салу керек, қалай пісіру керек, сол процесін бәрін бүгін видеоға түсірем. Содан кейін сіздерге жіберем. Мынау нанды өткенде осы пісірген нанымды арғын келіп, жеп, баяғы балалық шағын еске алды ғой. Мама, бұрынғы балалық кезін, балалық шағымыздағы нан ғой мынау. Ну, мама, сенің қолыңнан келмейтін нәрсе жоқ қой, бәрін істейсің деп. Мен айтам, лишь бы желание, қалауың болса болды ғой, қаласаң бәрін істейсің деп. Сол мына нанды тағы да бүгін пісіріп арғынға беріп жібергім кеп тұр. Және де міне немесе үйге шақырам, кешке үйге келсе келді, келмесе осы мына ет жаймамнан, етімнен, пісіріп асқан етімнен, осы піскен нанымнан соған беріп жіберейін деп тұрмын. Өйткені олардың ішкені әрбір анаға баласының сүйсініп тамақ жегені бір бақыт қой. Олар сүйсініп тамақ жесе, қуанасың. Неке бүгінгі тірлігім осы. Ертең мынаны сіздерге көрсетемін. Бүгін мен осы нанды, ұнды қайдан алдым, соны көрсетейін деген. Бұның аты, бұл нанның аты, баяғы кездегі нанның аты, майкаинский хлеб деп атайтын. Жұрттың бәрі майкаинский хлеб деп. Ол майкаинский нанның іші, майкаин нанның іші сулау болып тұрады. Эффект мокрый, сулау болып тұрады, іші сетка болады, және қышқыл дәмі болады. Бүгін мен бұған қышқыл дәмді өткендегі ұнмен суды араластырып қойып қойғам, оны әдейі ашыттым да бүгін көбірек қостым. Енді бүгін бұның дәмін көреміз, қышқыл болды ма, болмады ма. Негізгі жаңағы майқайын нанның ерекшелігі жаңағы дәмінде, сосын түрінде, ішінің сулауында және сетка болып тұратында. Енді осы мен уже 5-6 рет салып жатырмын ғой, тәжірибе алып жатырмын, әлі машықтанып жатырмын, иншалла енше жақсы шығатын шығар деп тұрмын. Осы нанды бір қалыпқа келтіріп жақсы салып алсам. Бір формаға 800 грамм шикі нан салдым, 800 граммнан салдым. Қазір көреміз енді ала жақса піскеннен кейін қалай болатынын. Енді мен мына видеоны бүгін сала берем, ал енді ертеңгі бешбармақтың алдындағы жаңа капустаны көрсететіннің алдындағы видеода бүгінгі нанның қалай шыққанын да көрсете кетемін. Ішін де көрсетем, жалпы қалай піскенін де көрсетем. Оқырмандарым, бағана дүкенде осы тауық фаршын алып котлет істедім деп едім ғой. Міне сол котлеттер мен кеше істедім, міне мынандай өте дәмді, дәмі де керемет, кәдімгі еттен жасалған котлеттер сияқты еш айырмашылығы жоқ. Міне мен өзім жаңа істедім, іші міне мынандай, кішкене күйіңкіріп кетті, оны балаларға бермедім, өзімізге қалдырып. Сосын мынандай наггетсы жасадым, бірақ магазиндегі наггетсиден түрін келтіре алмай тұрмын. Оны қалай келтіреді екен, соны іздену керек енді. Кішкене іздеп, соны тауып алмаса, оларға осындай наггетсы керек. Наггетсы дейді, но мынау іштері бәрі кәдімгі піскен, жақсы әдейі жұқа қылып істедім. Кішкене формалары онша болмады, енді бұлай болғасын, бірақ оның бәрін үйреніп, енді дұрыстап формасын бәрін келтірем ғой, алла жазса. Но тауықтың қараңыз кішкене күйіңкіреп кетті. Оның ештеңе етпейді, оны қазір